Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының Vita плюс шайы. NL компаниясының өнімі болып табылады. Оның құрамына тоқтаймыз, қай кезде қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштер бар, және оны кімдерге беру керек, кімдер оны ішу керек. Бүгінгі біздің тақырып болса. Сонымен құрамына келетін болса, құрамында боярышник бар. Боярышник жемісі, плод. Жемісі не үшін қолданады? Боярышниктен бұл көбінесе бірінші кезекте жүрек қан тамырлары ауруларында қолданады. Қан тамырларын кеңейтуге байланысты қан айналымды жақсартады. Әсіресе жүректің өзінде коронарный сосуды деген бар, сол коронарный сосудыға әсер етеді. Жүрек қан тамырлары кеңейеді, одан кейін жүректің қанмен қамтамасыз етуі жақсарады. Қатты ашуланғанда, қатты қорыққан кезде, және жүрек қысылып қалған кезде жүректің соғуы жиілейді. Білесіздер, бұл жүректің соғуын төмендетеді. Жүректің бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді, одан кейін жүректің жаңағы бір қалыпты ырғақты соғуына мүмкіндік береді. Қатты жүрек соққанда білесіздер, адамда қорқыныш сезімі пайда болады, сол қорқыныш сезімін басады. Сонымен қатар боярышник бұл жүректің қан тамырларын кеңейтеді, жүректі қанмен қамтамасыз етеді, сонымен бірге холестеринді төмендетеді. Одан кейін үлкен мощный бір антиоксидант болып табылады. Антиоксидант не екенін айттым, бұл адамның денесіндегі қартаю процесімен, клеткалармен ткандардың зақымдалуын, олардың жұмысының бұзылуын алдын алатын сондай бір қасиеті бар заттарды антиоксиданттар деп атаймыз. Екіншісі бұл қара шай. Қара шай білесіздер, бұл қара шай жалпы адамның тонусын жоғарылатады. Сол үшін қолданылады. Бұл жерде бұл құрамында кофеин бар, мидағы қан айналымын жақсартып, миға тонус береді. Адамның жалпы бодрить етеді, былайша айтқанда, кішкене тонусын көтереді. Сонымен иван шай бар. Иван шай адамның шаршағанын басады. Бірінші кезекте одан кейін қан жасап шығаруға көмектеседі. Иван шайды көбінесе анемия кезінде қолданады. Одан кейін тыныштандыру мақсатында қолдануға болады. Жалпы одан кейін ішектің жұмысын жақсартады. Ішектің жұмысы жақсарғанда білесіздер, бұл микрофлораны восстанавливать етеді. Одан кейін биопленканың пайда болуына әсер етеді. Мен биопленка жайлы айттым. Бұл адамның денесінде, адамның ішегінде 70% бізде иммунитет осы ішекке байланысты болады. Егерде ішекте бізге пайдалы микробтар бар, ол пайдалы микробтар мына ішектің ішкі қабатында өмір сүреді. Одан кейін сол егерде олардың бәрі норма болатын болса, олар өздері биопленка деп айтатын бір қабат түзейді. Ол биопленка тек қана жақсы бізге пайдалы микробтардан тұрады. Осы микробтардың қалпына келуіне иван шайдың әсері бар. Сондықтан біздің иммунитетімізді осы ішектің жұмысын жақсарту арқылы бізге көмектеседі иммунитет көтеруге. Төртіншісі каркаде. Каркаде бұл иммуностимулятор. Иммуностимулятор дегеніміз адамның иммунитетін жоғарылататын зат, одан кейін жүйкені тыныштандырады. Жүйке жүйесі қозып невроздарда осы каркадені ішуге болады, қолдануға болады. Шиповник зат алмасуды күшейтеді. Бірінші кезекте зат алмасуды күшейтеді деген мен өткен жолы айттым. Зат алмасуды күшейту деген сөз біздің адамның денесіне түскен тамақты тез қорытылып, оны или энергияға, или строительный материалға айналдыру керек заттар. Зат алмасу процесін күшейтеді деген. Кейбір жағдайларға байланысты адам көп қозғалмаса, болмаса бір ауруларға байланысты, сыртқы ортаға, табиғатқа, экологияға байланысты адам денесіне түскен заттар қорытылмай тұрып қалады. Бұл болады, мысалы адам қанша көп тамақ жесе де бір зат жетіспеуі мүмкін организмге. Хотя мысалы сол жеткілікті мөлшерде ол затты қабылдайды, бірақ именно сол зат организмге жетіспейді. Ол адам тамақ ішкеннен емес, ол адамның жаңа денесіндегі зат алмасудың бұзылуына байланысты болады. Осы шиповник зат алмасуды күшейтеді. Соған байланысты адамның иммунитетін жақсартады. Одан кейін жаралардың, денедегі шығатын жаралар бар. Одан кейін адам жиі ауыратын болса, болмаса острое респираторный заболевание дейді, кәдімгі өзіміздің өзі грипптар. Сол кезде қолданады, және созылмалы аурулардан тез жазылып кетуге көмектеседі. Шиповник былайша айтқанда иммунитетке жауап беретін сондай бір жақсы зат. Одан кейін адаптоген болып табылады. Адаптоген дегеніміз не? Адаптоген деген адамды сыртқы ортада болып жатқан өзгерістерге тез бейімдеу үшін қажет. Бір мысал, егерде біз жазық даладан тауға баратын болсақ, адамның қатты іші өтуі мүмкін, отравление сияқты болуы мүмкін. Өйткені ол жерде қысым басқаша, ол жерде адамның сол қысымға бейімделе алмай қалып, адам организмі ауырып қалуы мүмкін. Көбінесе іші өтуімен байқалады. Болмаса қан қысымының көтерілуі немесе түсіп кетуімен байланысты болуы мүмкін. Соны егерде сол кезде мысалы шиповник сондай жағдайларда ішетін болса, адам сол болып жатқан сырттағы өзгерістерге тез қалпына келеді. Адаптоген дегеніміз осы адамда сырттағы өзгерістерге тез бейімдеу адамның организмін.
түсінікті айттым да. Одан кейін рябино-сибирская деген. Рябино-сибирская халық медицинасында көбінесе бұл как поливитамин ретінде пайдаланады. Бұның ішінде өте көп витаминдер бар. Витаминдер білесіздер не үшін керек екенін, бұл зат алмасуды күшейтеді. Одан кейін бүкіл біздің организмде жүріп жатқан жаңағы зат алмасу процестеріне витаминдер қатысады. Егер де бір витаминдер жетіспей қалатын болса, адамның денесіне, мысалы хотя бы А витаминін алайық, сол жетіспей қалатын болса, бұл адамның көзі нашар көреді, куриная слепота деген бар, адам көзі көрмей қалады. Осы рябино-сибирскийдің құрамында А витаминінің алдында шығатын каротиноид деген зат бар. Ол осы А витаминін жасап шығаруға көмектесетін бір зат. Одан кейін антиоксидант болып табылады. Антиоксидант дегеніміз білесіздер, бұл адам денесіне жаңа қартаю процесін тоқтататын нәрсе. Одан кейін чага. Чага бұл антибиотик. Табиғи антибиотик, одан кейін антисептик. Адам көптеген микробтарды өлтіретін, адамның денесіне жараның тез жазылуына, иммунитет, адам инфекциялық аурулармен ауырған кезде тез қалпына келу үшін, сол үшін қолданады. Одан кейін бұл қан тағы да бір несі, зат алмасуды күшейтеді. Тағы бір қасиеті. Сонымен витаминдерді білесіздер, ол құрамы осындай. Витаминдердің қызметі тағы бір айта кетейік, бұл жаңағы зат алмасуды күшейтеді. Одан кейін гормондарды жасап шығаруға, қан жасап шығаруға, адамның денесінде құрылыс материалы болып табылатын, жаңағы белок бар, май бар, солардың алмасуына қатысатын заттар. Сондықтан витаминдер ол өте қажет заттар біздің денемізде. Одан кейін білесіздер, мынау көктемге, күзге байланысты міндетті түрде біз витамин ішуіміз керек деп айтады қалыпты жағдайда. Өйткені көктем айында особенно 80% адамдарда А витаминоз байқалынады. Бұл даже дені сау адамдардың өзінде, дені сау адамдардың 80%-інде А витаминоз байқалады. Неге? Өйткені қыста адам жеткілікті мөлшерде витамин жемейді. Ол бір жағдай. Екіншісі, витаминдер қай кезде керек? Күз-көктем айларында бізде мынау грипп, ОРЗ, ОРВИ-мен ауырады жиі адамдар, сол үшін тез қалпына келіп, тез жазылып кету үшін көмектеседі. Енді витамин жетіспегенде қандай өзгерістер болады? Бізде бұл тез шаршау, аппетиттің болмауы, одан кейін адам жиі ауру, сол жиі ауырған кезде тез қалпына келе қоймай, одан кейін ұйқының бұзылуы. Тағы басқа осы сияқты адамның денесінде витамин жетіспеушілігіне байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Одан кейін тағы бір көп кездесетін жағдай, особенно витамин С жетіспегенде адам тамақ бар болса да, адам не тамақ ішетінін білмей қалады. Болады, бір нәрсе жегім келіп тұр, бірақ не жейтінімді білмей тұрмын дейтін болсаңыз, значит сізге витамин С жетіспейді. Егер де витамин С жеткілікті мөлшерде болатын болса, адам жақсы тамақ жей бастайды. Одан кейін витамин С-ның тағы бір несі, бір қасиеті, бұл адам температура жетіп ауырғанда сол витамин С тез жоқ болып кетеді, тез қолданып кетеді организмге. Сондықтан біз мына лимонмен шай ішіп жататын себебіміз сол, бірінші кезекте жаңа витамин С-ны қалпына келтіруге тырысамыз. Сондықтан именно Витаплюстың құрамында витамин С жеткілікті мөлшерде бар. Сондықтан бұл қалай қолдануымыз керек? Жаңағы бір пакетикті 200 мл суға, жыл қайнап тұрған суға саламыз, соны азында кешке 2 бөліп ішеміз. Противопоказания ол түсінікті, беременность кезінде болмайды, еміз батқан кезде болмайды. Одан кейін қан қысымына, қатты жоғары қан қысымы бар адамдар ішуге болмайды. Және аллергиялық реакция болатын болса, осындай жағдайларда адам ішуге болмайды. Басқа противопоказаниялар болуы мүмкін, бұл индивидуальны, әркімге әртүрлі, дене қышуы мүмкін, или тағы да бір іші өтіп кетуі мүмкін деген сияқты. Сондай бір жағымсыз әсерлер болатын болса, бұл шайды ішпеу керек арғайт. Сондықтан бірінші кезде бұның қандай көрсеткіш бар? Главный көрсеткіш бұл ОРЗ, ОРВИ кезінде иммунитетті восстанавливать ету үшін, сол үшін қолданады. Және зат алмасу процесін күшейту үшін жаңағы адаптоген ретінде қолданса болады бұл шайды. Но бірақ енді қазір бізде грипп көп кездеседі, сондықтан осы сол грипптің кезінде қолданса болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Үлкен подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, осы информацияны таратыңыздар жан-жаққа. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға.